Әйел деген кезде тефаль сияқты қайнайтын тақырып қой бұл өзі. Мен әрдайым жігіттерге айтамын, ажырасудың, талақ берудің 90% еркектерден. Қазақ не дейді? Қыз кезінде бәрі жақсы, жаман қатын қайдан шығады дейді да, оған да жауап береді, жаман қатын байдан шығады дейді. Күйдім, пістім, өлдім деп аласың, бірақ бір жылдан кейін ажырасып жатасың. Аллах тағала Құран кәрімде айтады: "Уахазна минкум мисақан ғализа", әйелдер сендерден үлкен уәде алған дейді. Үлкен уәде бергенбіз әйелдерімізге. Оны қашан деп біз есімізден тануымыз мүмкін. Бірақ неке қидыртып жатқан кезде береді екенбіз ол уәдені. Мен пәленшенің қызын өзіме әйелдікке алдым деуменен аманат қылып алады екенбіз. Қараңыз. Нұралы өзінің бір тағдыры бар, әйелінің бір тағдыры бар. Екі тағдырға жауапты болады Алланың құзырында. Өйткені әйелді Аллах тағала күйеуіне толығымен бойсынуға бұйырған, бұның тағдыры да саған көнді деген сөз. Сол сияқты сенің 5 балаң болуы мүмкін, ол кезде сен 7 адамның тағдырына Алланың құзырында жауапты боласың. Ажырасып алып дым білмей жүрген еркектер бар, Алла сақтасын.